Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 107-ші сабақ 2 немесе 3 амалдан тұратын санды өрнектерді салыстыру тақырыбы. Бірінші тапсырма. Есептемей-ақ салыстыр. 7 көбейту 4 қосу 53. 4 көбейту 7 қосу 42. 7-ні 4-ке көбейткенде де, 4-ті 7-ге көбейткенде де бірдей мән шығады. Сонда біз 53 пен 42-ні салыстырамыз. Әрине 53 артық болады. Сонда 7 көбейту 4 қосу 53 өрнегі артық. Келесі 59 қосу 12 азайту 7. 59 қосу 13 азайту 7. 59 екі жағында да бар. Азайту 7 ол да екі жағында да бар. Сонда біз 12 мен 13-ті салыстырамыз. 13 үлкен болғандықтан 59 қосу 13 азайту 7 өрнегі артық болады. Келесі 5 көбейту жақша ішінде 8 азайту 6 көбейту 1. Ал мұнда жақша ішінде 8 азайту 5 көбейту 5 бөлу 1. Жақша сыртында көбейту 5 көбейту 1. Ал мұнда көбейту 5 бөлу 1. Бұлардан бірдей мән шығады. Сондықтан біз жақшаның ішін салыстырамыз. 8-ден 6-ны азайтқанда 2 болады. 8-ден 5-ті азайтқанда 3 болады. Сонда жақша ішінде 8 азайту 5 көбейту 5 бөлу 1 өрнегі артық болады. Келесі 6 көбейту 2 бөлу жақша ішінде 3 қосу 0. Ал мұнда 6 көбейту 3 бөлу жақша ішінде 0 қосу 3. Жақшаның іші екеуінде де бірдей болады. Өйткені 3-ті 0-ге қосқанда да, 0-ді 3-ге қосқанда да бірдей мән шығады. Енді біз жақшаның сыртына қараймыз. 6 екі жақта да бар, сондықтан біз 2 мен 3-ті салыстырамыз. 3 үлкен болғандықтан 6 көбейту 3 бөлу жақша ішінде 0 қосу 3 өрнегі артық болады. Екінші тапсырма. Теңдіктер мен теңсіздіктер тура болатындай етіп, бос торкөздерге тиісті сандарды қой. Бірінші 36 бөлу 4 азайту 3. Азайту 3 екеуінде де болғандықтан оны есептемеуге болады. Сонда 36-ны 4-ке бөлгенде 9 болады. Ал 9-дан кіші сан шығу үшін 36-ны 6-ға бөлеміз, 6 болады. Келесі, екеуінде де қосу 53 бар, оны есептемей-ақ қоюға болады. Тек қана көбейтулерді есептейміз. 3-ті 8-ге көбейткенде 24 болады. Ал 24-тен үлкен болу үшін 4-ті 7-ге көбейтсек болады, 28 болады. Сонда 7 көбейту 4 қосу 53 өрнегі артық болады. Келесі, қосу 36 екеуінде де бар, сондықтан оны есептемеуге болады. 4-ті 6-ға көбейтеміз 24, екі жағы да тең болу үшін 3-ті 8-ге көбейтеміз, ол да 24 болады. Сонда екі жағы тең болады. Келесі, азайту 4 екі жағында да бар, оны есептемей-ақ қояйық. 45 бөлу 5 9 болады. Бізге 9-дан кіші сан шығу үшін 45-ті 9-ға бөлеміз. Сонда 5 болады. Сонда 45 бөлу 5 азайту 4 өрнегі артық болады. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. Әкем орам сымнан әрқайсының ұзындығы 8 дециметр болатындай етіп 5 рет қиып алды. Сонда орамда 15 дециметр сым қалды. Алғашында орамда неше дециметр сым болған еді? Сызбаға қараймыз. Ұзындығы 8 дециметрден 5 рет қиып алды. Демек, мына аралық 8 дециметр, мынауда 8 дециметр, мынауда 8, 8, 8-ден 5 рет қиып алды. Сонда 15 дециметр сым қалды. Алғашында орамда неше дециметр сым болған? Оны анықтаймыз.
Оны анықтау үшін ең алдымен қиып алынған сымды анықтаймыз. Ол үшін 8-ден 5 рет қиып алған, сондықтан 5-ке көбейтеміз. Оған қалған 15 дециметрді қосамыз. 8-ді 5-ке көбейтеміз, 40 болады. Оған 15-ті қосамыз, тең 55 дециметр болады. Жауабы: алғашында орамда 55 дециметр сым болған. 4-ші тапсырма. Бос торкөздің орнына тиісті санды қой. Бос торкөздің орнындағы санды x деп алып, теңдеу құрып шығарамыз. 6 көбейту x-ті жазамыз. Тең 6-ны 3-ке көбейткенде 18 болады. Оған 6-ны қосамыз. 6 көбейту x тең 18-ге 6-ны қосқанда 24 болады. Енді x-ті табамыз. X тең 24-ті бөлеміз 6-ға. X тең 4 болады. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 6 көбейту 4 тең 6 көбейту 3 қосу 6. Теңдеудің екі жағы да 24 тең 24-ке. Сонда бос торкөздің орнындағы сан 4-ке тең. Келесі 9 көбейту 3 тең 8 көбейту 3 қосу x деп аламыз. 9-ға 3-ті көбейткенде 27 болады. Тең 8-ге 3-ті көбейткенде 24 қосу x болады. X-ті табамыз. X тең 27 азайту 24. X тең 3 болады. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 9 көбейту 3 тең 8 көбейту 3 қосу 3. Теңдеудің екі жағы да 27 тең 27-ге. Сонда бос торкөздің орнындағы сан 3-ке тең. Келесі 6 бөлу 2 тең x бөлу 3 деп аламыз. 6-ны 2-ге бөлеміз. 3 болады. Тең x бөлу 3. X-ті табамыз. X тең 3 көбейту 3. X тең 3-ті 3-ке көбейткенде 9 болады. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 6 бөлу 2 тең 9 бөлу 3. Теңдеудің екі жағы да 3 тең 3-ке. Сонда бос ұяшықтың орнындағы сан 9-ға тең. Келесі x көбейту 3 тең 27 азайту 3. X көбейту 3-ті жазамыз. Тең 27-ден 3-ті азайтамыз. 24 болады. X-ті табамыз. X тең 24 бөлу 3. X тең 8 болады. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 8 көбейту 3 тең 27 азайту 3. 8-ді 3-ке көбейткенде 24 тең 24 болады. Сонда бос ұяшықтың орнындағы сан 8-ге тең. 5-ші тапсырма. Есепті шығар. Бір жылдың ішінде 2 омартадан 64 килограмм бал жиналды. Олардың бірінен 36 килограмм бал алынды. Ал қалғаны екінші омартадан алынды. Бір омартадан екіншісіне қарағанда неше килограмм бал артық жиналды. Есептің шартын жазып алдық. Ең алдымен екінші омартадағы балды анықтаймыз. Ол үшін барлығы 64 килограммнан азайтамыз бірінші омартадағы 36 килограмм балды. 28 килограмм болады. Бұл екінші омартадағы бал. Енді бірінші омарта екіншісіне қарағанда неше килограмм артық екенін анықтау үшін
үлкенінен кішісін азайтамыз. 36-дан азайтамыз 28-ді. 8 килограмм болады. Жауабы, бір омартадан екіншісіне қарағанда 8 килограмм бал артық жиналды. 6-шы тапсырма. Салыстыр. 4 литр, 7 литр. Әрине 7 литр артық болады. 2 метр, 2 дециметр. Метрді дециметрге айналдырамыз. 1 метрде 10 дециметр бар. Демек, 2 метрде 20 дециметр болады. Оны 2 дециметрмен салыстырамыз. Сонда 20 дециметр артық. Келесі 3 дециметр, 13 сантиметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 3 дециметрде 30 сантиметр болады. Оны 13 сантиметрмен салыстырамыз. Сонда 30 сантиметр артық. Келесі 7 метр, 69 дециметр. 1 метрде 10 дециметр бар. Демек, 7 метрде 70 дециметр болады. Оны 69 дециметрмен салыстырамыз. Әрине 70 артық. Келесі 5 метр, 3 дециметр. 50 дециметр. Метрді дециметрге айналдырамыз. 5 метрде 50 дециметр бар. Оған 3 дециметрді қосып 53 дециметр деп жазамыз. Оны 50 дециметрмен салыстырамыз. Сонда 53 артық болады. Келесі 2 дециметр, 4 сантиметр. Дециметрді сантиметрге айналдырамыз. 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 2 дециметрде 20 сантиметр, оған 4-ті қосамыз. 24 сантиметр, оны 24 сантиметрмен салыстырамыз. Сонда екі жағы тең болады. 7-ші тапсырма. Есептемей-ақ салыстыр. 24 қосу 49, азайту 5. 49 қосу 24, азайту 6. 24-ке 49-ды қосқанда да, 49-ға 24-ті қосқанда да бірдей сан шығады. Енді бірдей саннан 5-ті азайтқанда үлкен сан шығады ма, әлде 6-ны азайтқанда үлкен сан шығады ма? Әрине, кіші санды азайтқанда үлкен сан шығады. Демек, 24 қосу 49, азайту 5 өрнегі артық болады. Келесі, жақша ішінде 32, азайту 29. Жақша жабылған, көбейту 3, көбейту 3. Жақша ішінде 32, азайту 29, жақша жабылған, көбейту 3, бөлу 3. Мұнда 32 азайту 29, мұнда да 32 азайту 29. Екеуінен бірдей сан шығады. Енді сол бірдей санды 3-ке көбейтіп, тағы 3-ке көбейткен артық па, әлде 3-ке көбейтіп, оны 3-ке бөлген артық па? Әрине, көбейту жағы артық болады. Сонда жақша ішінде 32 азайту 29, жақша жабылған, көбейту 3 өрнегі артық болады. Келесі 3 көбейту 5 бөлу жақша ішінде 4 қосу 1. Ал мұнда 5 көбейту 3 бөлу жақша ішінде 1 қосу 4. 4-ке 1-ді қосқанда да, 1-ге 4-ті қосқанда да бірдей сан шығады. Ал мұнда 3 көбейту 5, мұнда 5 көбейту 3. Ол жерден де бірдей сандар шығады. Сондықтан екі жағы тең болады. Ойлан тап. 8-ші тапсырма. Сары түсті жолақшалардағы сандармен жасырынған сөздерді оқы. Ол үшін әрбір санды кестедегі сандардың көбейтіндісінің мәнімен алмастыр. Мысалы, 5 көбейту 1 тең 5. Әр қатар мен бағанның қиылысындағы көбейтіндінің мәніне сәйкес әріпті табамыз. Ол Т әрпі. 5-ті 1-ге көбейтеміз. Ол Т әрпіне сәйкес келеді. Т әрпінде 5 саны орналасқан. 5-ті 2-ге көбейткенде 10 болады. 10 А деген әріпке сәйкес келеді. 5-ті 3-ге көбейткенде 15 болады. Ол А деген әріпке сәйкес келеді.
5-ті 4-ке көбейткенде 20 болады, ол Л деген әріпке сәйкес келеді. 5-ті 5-ке көбейткенде 25, ол Г әріпіне сәйкес келеді. 6-ны 1-ге көбейткенде 6 болады, ол Я әріпіне сәйкес келеді. 6-ны 2-ге көбейткенде 12 болады, ол Б әріпіне сәйкес келеді. 6-ны 3-ке көбейткенде 18, ол Қ әріпіне сәйкес келеді. 6-ны 4-ке көбейткенде 24, ол И әріпіне сәйкес келеді. 6-ны 5-ке көбейткенде 30 болады, ол И әріпіне сәйкес келеді. Барлық әріптерді сандармен сәйкестендіріп шықтық, сонда табиғатты аялайық деген сөз шықты. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.